Аймағымызда жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы бойынша жалпы құны 523 миллион теңге болатын 18 жоба әзірленіп, қазіргі таңда олар бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Бұл инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру барысында негізінен ресми жұмыстар санатында есепте тұрған азаматтарымызды уақытша және тұрақты жұмыс орындарымен қамтамасыз ету болып табылады. Жұмысқа тартылған тұрғындарымыз құрылыс мерзімі аяқталғанша Қазақстан Республикасындағы орташа жалақының кемінде ең төменгі айлық мөлшерінен кем емес деңгейде алатын болады. 6 айдан бері жұмысы жүрген едім. Жұмыс іздеп Мырзакент кентіндегі халықты жұмыспен қамту орталығына барған едім. Сол жердегі мамандар жол картасы бойынша осында жұмысқа жіберді. Бір айдан бері осы мәңгі алау ескерткіші қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Айлық жалақымыз жақсы, уақытылы төленіп отыр. Жол картасы әзірленіп, мен сияқты жұмыссыздардың қамын жеген үкіметімізге рахмет айтамын.